еш нәрсе қызық емес, жалығу сезімнен қалай құтыламыз? Көп адамдарда мына панический атака нелердің бәрі жатарда келеді ғой. Бір істі жасайын десең, ешқандай шабыт жоқ. Энергияны қайдан аламыз? Еріншектерге который жатып алып деп бәріне айтқым келіп жатыр. Спокойно шығасыздар бұдан. Ол қашан сен шайтанның уәсуасының артынан ермеген кезде. Әр адамда Аллах тағала белгілі бір қабілеттерді артық қылып, кеміс қылып жаратады. Оны да таңдамайды ғой адам. Ол тума келеді. Адамға ақыл берілген, чтобы просто баратын мақсатына өзінің іс-әрекеттерін ретпен қою үшін дейді. Дін мен мұсылманда салыстырудың қажеті жоқ. Екеуі салыстырылмайтын дүниеде. Жанын бере алады ұлт үшін білесіз ме кім? Мұсылман. Бол, басқа бере алмайды. Психосоматологтар неге атады білесіз ба? Өйткені ол конкретно халықтың көкейінде тұрған нәрсені күшті решениялармен айтып тастайды да. Мен тыңдап отырған браттар болатын болса, мынау енді дұрыстап түсінетін болсаң, Алланың қалауымен саған шифа ғой. Сен ауру емессің, тұрды, бұл сен ауру емессің деп бұл. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум баршаларыңызға. Біздің мұсылман үні каналыңызға қош келдіңіздер. Бүгінгі тақырыбымыз Нұржан ұстазбен. Тақырыбымыз жалығу сезімі. Қазір еркектерде көп қойылып отқан сұрақ. Еркектерде асан. Жалығу сезімі, энергия жоқ, еш нәрсе қызық емес деген тақырып. Осы нәрсені толықтай ашқым келіп отыр. Сұрақ мынандай. Ұстазды таныстыру негізі қажет емес деп ойлаймын. Уже целый канал Нұржан ұстазға арналып отыр. Берсе, бірінші сұрақ, еш нәрсе қызық емес, жалығу сезімнен қалай құтыламыз? Мысалы, ер кісі уже до того мынандай болады екен да. Запретный нәрселер бар, харам нәрселерде уже жасау қызық емес та. Тым қызық емес, короче, өмірде. Ешқандай мақсат жоқ. Сол сезімнен қалай құтылсақ болады? Өмірге бір смысл жоқ сияқты болып қалды ма бір? Айдархан, мынандай әңгіме. Бұл негізі бірнеше дүниемен қарастыруға болады. Негізі бұл ауру ретінде қарастырса болады бұны. Бұл енді бір ауру ма, ауру емес па? Бірінші айтсам ғой, негізі бұдан алдыңғы тақырыптардың бәрі андай атеизм, салафизм, психосоматология, там неше түрлі сондай тақырыптар болды ғой. Енді бұл тақырып кішкене ерекшеленіп тұр. Бұл тақырып более адамдардың запростарына қарай, более психологический. Көп айтады ғой, ұстаздардан мен жаттанды түрде бір-екі нәрселерді ғана білемін. Конкретно біздің сұрағымызға жауап керек келген кезде, олар бай көмектесе алмайды дейді да. И соның байшықында обратный процесін көрсету мақсатында осы. Айтпағым, Айдархан, бұл вопросты негізі бірнеше жолмен қарастырса болады. Негізі бұл ауру ретінде ме, әлде ауру емес па? Адамдар қалай қарастырады? Қазір мысалы апатия деген ауру бар. ВСД дейді біреулер, висудо-сосудочная дистония деген ауру бар. Бұл по-моему психологический ауру ғой. То есть күйзелістің асқынған түрі ғой. Істеп жатып қаласың, ештеңе қызық емес, короче. Бала шағаға қарайсың, қызық емес. Мамаңа қызық емес, өмір ешқандай не жоқ та. Біздің ғалымдарымыз айтады да, негізі адамға ақылы үш түрде жұмыс істейді дейді. Адамның басына ой үш жолдан пайда болады дейді. Біреусі ой, который сен нацеленно ойлайсың да, армандайсың. Бұл арман деп аталады, қиял деп аталады. Бұл не? Бұл сенің жатып алып, машинамен кетіп баратуыңда, немен кетіп баратуың. Бұл жаңағы 5 сезім мүше бар ғой. Сомен көріп, күнделікті көріп жүрген нәрсеңді миыңда пук конструкция жасайсың. Сен Феррариді көрдің, мысалы, отдельно бір, Дубайдың суреттерін көрдің отдельно. Енді сен өзіңді Феррариді Дубайдың көшесіне кетіп баратқан елестете аласың ба? Армандап? Болды. Бұл сол арман дегеніміз осы да. Бірақ бұл арманның мынандай нәрсесі бар. Сен әміріңе жүреді. Қалайсаң орындайсың, армандай аласың, қаламасаң армандамайсың да. Арман бұл, ғалымдарымыз айтады, 5 сөз мүшесі бар ғой, көз, қол, аяқ, есту бәрі тынышталған кезде күшейеді. Сондықтан да адам көп жағдайда жатар кезде, ұйықтаған кезде армандайды да. Ана арманды қиялдағы көп ойлайтындар лентяйлар деген сол. Білесіздер ме? Потому что кішкене лентяй болу керек, чтобы армандау үшін. Творческий адамдар больше. Потому что сен жұмыс істеп жүретін болсаң, байқайсың ба, трудяга. Трудягалар вообще сентиментальный емес қой, анандай. Емес та, арманда қиялда жүргенше. Уақыт жоқ та ол. Чик. Сондықтан да кішкене қолың бос болу керек армандау үшін. Бірақ арман бұл ой адамның ойында қалыптасады, который сенің әміріңе жүреді.
Қарасаң армандайсың, қаламаса армандайсың. Армандамайсың. Екінші ой бар. Бұл сенің әмірмен жүрмейді. Бұл, например, қаламасаң да ол келіп алады ой. Басында жүреді. Бар да, мысалы, қорқыныш, апатия деген бар ғой анау, қазір айтып жатқан. Негізі көп жағдайда сондайдан. Анау, мен саған айтайын, темекі тастап жатқандар, пример келтірші, темекі тастап жатқандар бар ғой. Темекі тастап жатады ғой. Темекі тастап жатқан кезде басында не жүреді ой? Темекі тастау керек. Жоқ, тастайды. Тастады уже. Тастадым деді. Не жүреді ойында? Шекпеуім керек деп па? Иә, болмаса шегуім керек. Шегуім керек. То есть анау темекі кете ма ойдан? Кетпейді. Ұмытсам, ойламаймын десем, ойлай алмай қала ма? Ойлап кеп тұра бере ма? Кеп тұра береді. Сонымен салыстырсаң болады анау келіп алады да, короче. Ол сені сұрамайды ол ой. Анау біреумен ұрыспасап, үрейленіп тұрасың, анау кеп алады. Сенмен ұрысат сұрамайды. Фук кеп алады да болды. Неше түрлі жаман ойлар да келе береді. Кеп алады болды. Сен кетіре алмайсың, білесің, байқайсың ба? Иә. Кетіре алмайсың. Бұл екінші түр. Бұл ойлар сенің неңе кірмейді бұлар. Сен еркіңе. Әміріңе кірмейді. Арман кішкене кіреді. Үшіншісі, ой, бұл ақыл деп аталады. Жаңағы берем ғой, атеистердегі жоқ бар ғой. Ақыл. Ол не? Сен қазір бар темекі шеккенің дұрыс па? Шекпегенің дұрыс па? Ақыл да, сен анау шайтанның ойы келіп тұр. Даяқта сенде не бар? Ақыл бар. Чық. Так. Шеген ба, шекпейін ба? Біреу зинаға барысы келіп тұрады. Бұл қаламайды, бірақ фук кеп алады. Зина. Ақыл бірақ. Ода үшінші бар да потом. Ақыл бар. Ақыл салыстырады. Ақыл салыстырады негізі. Барсам не болады, бармасам не болады. Үшінші ой бұл ақыл. Енді мәселен бәрін шештік. Мен саған қазір осы баяндаумен шешіп беріп жатырмын қазір. Бұның кілті жеңіл. Бұл ауру ғой негізі, апатия деп аталады бұл. Ана, нені білесің ба? Панические атаки деген білесің ба? Тура осы. Просто разновидность ғой. Бірақ шариғатта бұны уәсвәсәту шаятин дейді. Шайтанның уәсвәсі бар ғой. Бір сүреде сұрамайды. Иә, ювасвису фи судуринас. Адамдардың несіне көкірегіне келіп уәсвәсі кетеді. Осы жерде ол не уәсвәсі? Сенен емес қой, ол сені уәсвәстайды. Темекі, давай. Ол сенен сұрамайды, уәсвәс деген осы дейді. Сол шайтаннан келеді. Иә. Енді ана жаман амалдарға. Не істейсің енді сен? Ол үшін сен өмірін бұзады ғой, ол шайтан, короче. Не істейсің сен? Істейсің соны. Соны істейсің, иә? Бірақ енді олар не істей қалай құтыласың? Ақылмен жүресің бе? Ойламаймын деп шешсең дұрыс емес. Өйткені неге? Сенің әміріңе көнбейтін ойлар ғой. Ол сенің әміріңе көнбейтін болсаң, мен ойдан шығарып тастаймын деген ол шапайды да сенің ойыңа. Көп адамдар мен темекі туралы ойламаймын. Қате. Енді былай жұмыс істеуге болады, кейбір адамдар басқа нәрсемен занимать етеді, білесің ба? Шемішке жағады анау. Не қол аяқ жұмыс істеген кезде жаңағылар әлсірейді негізі. Сондықтан да жаңағы сұрамай келетін шайтанның уәсвәсі бар ғой, тоже арман сияқты, мына 5 сөзім демалған кезде көп адамдарда мына панический атака нелердің бәрі жатарда келеді ғой. Ойлар бар ғой. Бірсе істесе ұмытып кетеді да. Ана үйде білесіңдер ма, ана батялар үйде болып қалса ауырып қалады, жұмыс істеп жүрсе не етеді. Ой ғой. Соны мен айтпағым, бәрі Алладан ғой, конечно. Бәрі Алладан. Просто Алла әдетті сөйтіп жасағанда, әдетте солай. Енді әдетте от күйдіреді деген сияқты ғой, короче. Енді қалай емделесің одан? Мен қазір бүкіл ВСДшниктерге, висудососущностный дистонимен ауырып жүрген бүкіл апатниктерге, бүкіл жаңа еріншектерге, который жатып алып деп бәріне айтқым келіп жатыр. Спокойно шығасыздар бұдан. Ол қашан сен шайтанның уәсвәсінің артынан ермеген кезде. Шайтан сені просто ты больной дейді ол. Сен жатып аласың да, я такой дейсің. Сен вообще сап-сау адамсың ғой негізі. Сап-сау адам ғой просто. Просто немене не селіп тұр? Алданып тұр ғой. Оған бұл. Мен бір адамдарды білем. Мен ауырып жүрмін. Не бұл? Ішімде жын бар. Я жын кіруі мүмкін, проблема жоқ. Бірақ обозначать айтады, қайдан білдің жынды? Өйткені
қазір күйеуім құран оқығанда сразу жын бетіме шығып алады, кейде мынаған мәжбүрлейді мені, бүйтеді сөйтеді. Қате деймін да. Жын мәжбүрлеу деген сөз дұрыс емес негізі. Ол қалай? Сен қолың көтерген кезде, жын көтеріпті, жын көтеріпті деп айтылмайды. Я жын көтерді дейді, бірақ ол жын фактически көтеріп тұрған жоқ. Бұл жын уәсваспен көтеріп тұр қандай. Мықты уәсвас жасап жүрді. Сендіріп тұрған ғой. Мен білесің ғой, сен мені управлять ете алады екенімді. Қазір қол көтер десем мен көтере аламын. Әбден сен маған да. На самом деле ақида ғой. Сен просто жоқ, Алла әділетті ғой. Ондай болмаса кез келген барып адам біреуді өлтіріп, мен емес, жын деп айта алатын еді ғой. Или бар ғой, әр адам өзін істеген үшін жауап береді. Ол емес, мен саған ақидалық тұрғыдан айтайын ба? Мысалы қарашы. Ақида мынандай бар. Мысалы неге қара, Айдархан? Потому что бұда қара деген сипат тұр. Мен неге сөйлеушімін? Потому что менде сөйлеу сипаты бар да. Мен неге білімдімін? Потому что менде білім сипаты бар да. Менің затым бар, сонда білімнің сипаты бар да. Енді сәрекет бар ғой, сәрекет. Сәрекетті жасау үшін сенде құдірет болу керек, мен сәрекетті жасауға құдіреттімін. Сәрекет жасай аламын. Неге? Өйткені құдірет менде бар да. Енді ал егер сенің қолыңды жын жасайды десең, ол құдірет кімде болу керек? Жында болу керек. Сенде емес, жын, ғалымдар айтады, ол абстрактный явление, который дене емес дейді. Бұл сипат сияқты дейді. Бұл сипаттың үстіне сипат қойған сияқтысың. Бұл как, например, қара, ақ деген сияқты дейді. Бұл невозможно дейді. Абсурд болып. Абсурд. Сен қолмен қимылдап, жынын қимылдап тұрғанда құдірет кімде тұр негізі? Бір зат болу керек қой, ода құдірет тұрады. Алла құдірет жарататын ше, ол сен. Жынға ол жаратылмайды, потому что жын абстракты ол. Ол сен дейді. Сенде құдірет тұратын болса, онда жын қалай сенің құдіретімен жасайды? Ода құдірет жоқ қой. Сам по себе дұрыс. Бірақ, кейбір адамда жасап атқанда дұрыс. Ол ойлайды. Жын оны істетіп жатыр деп. Бірақ ол ойлайды тек. Потому что ол сендіріп тұстағанда жын. Сен қарсы келе алмайсың, сен аурусың, Сен тұрасың, айғырайсың деп па? Сен қарсы келе алмайсың, бітті. Ол айғырайды кәшен ішінен. Абу Муайна Насафи сондықтан айтады. Біз айтамыз сөйлеп жатқанда. Жын сөйлейді ғой, деп кейбіреуінде ше. Жын сөйлеп жатыр ма, адам сөйлеп жатыр ма? Не деп айтамыз біз? Адам сөйлеп жатыр. Енді жын дейміз ғой енді. Дұрыс па? Неге жын айтады? Муътазилит деген топ айтады. Осы жерде дейді, жын сөйлеп жатыр дейді. Неге айтасыңдар сендер матурид дейді да? Біз айтамыз, жын сөйлеп жатыр деп айтамыз. Неге жын деп айтасыңдар? Өйткені сөйлеуші тот, который сөзді создает, а не тот, который ода сөйлеу сипаты бар дейді олар айтады. То есть кто сөйлеуді создает, сол сөйлеуші, а не тот, который ода сөйлеу сипаты бар дейді да. А тот сөйлеуді создает жын, значит ол сөйлеуші. Даже если ол жын сөйлеу сипатын қабылдай алмаса да дейді да. Бізде ғалымдар айтады, жоқ дейді. Сөйлеу сипаты адамда, потому что кто говорит? Адам говорит же, да? Адам да дейміз сөйлеп жатыр. Енді онда неге сендер жын сөйлеп жатыр дейміз? Деп айтасыңдар деген кезде. Ол жын уәсуәс қылып жатыр оған дейді. Соны қайталап жатыр. Болды. Жын айтып жатыр ғой, сендіріп тұрсаң ғой, мен сөйлей аламын, сен ойла, мен сөйлеп жатырмын деп. Сен болды сол ғой. Негізі вообще ауру емес қой. Ешкім ауру емес апатияда. Просто жынның алдында тұр. Мен тыңдап отырған браттар болатын болса, мынау енді дұрыстап түсінетін болсаң, Алланың қалауымен саған шифа ғой. Сен ауру емессің ғой. Тұрда бол, сен ауру емессің де болды. Жынның уәсуәсіне шықта, короче. Әңгіме сода. Мысалға, допустим, жалығу сезімі, энергия жоқ менде деп жатқаны? Жоқ, қандай энергия жоқ, неге онда ойға келіп алған? Физикалық түрде ақау болатын болса, барып тексеріл. Врачтарға бар. Ішінде бір железо жетіспей жатқан шығар, анау жетіспей жатқан. Норма бәрі тұрда жұмыс істеу бәрі нормально. Желание жоқ болса да. Ол желание уәсвәс қой. Сенде желание жоқ. Сен өшіп тұрсың. Сенде вообще желание жоқ. Жоқ та ондай нәрсе негізі. Тұрда кім айтты желание жоқ деп болды просто. Қайдан алдың ондай қойсаң? Адам просто сенгісі келген нәрсеге сенеді да.
мен алдында шынымды айтсам бұл сұрақты маған ешкім қойған жоқ негізі. Бұл момент менде де болған өзімде жеке. Бірақ мен оны осы прям тақырыпты өйстіп жазып қойғанда, оны психосоматолог атын айтпай ақ қояйық бұл жолы. Психосомат сол кісіге сол сұрақ қойған. И нормальный просмотр жинағанша сол. Ол кісілер психосоматологтар неге атады білесіз ба? Өйткені ол конкретно халықтың көкейінде тұрған нәрсені күшті решениялармен айтып тастайды да. И мен оның решенияларын естідім да тура осы сұрақ қойған. Психосомат бүйтіп жауап береді ғой. В общем, ол деген Алланың андайына күмән келтіріп тұр, ол мынандай келтіріп тұр, ол мына жерде Алланың ар-рахман ар-рахим есімін ұмытып тұр, ол мынау негізі ол мына жазалаушы есімін алға шығарып тұр деп неше түрлі андай логически енді жоқ қайдан алдың деген сұрақ. Мен уже тыңдай алмай кеткенмін ғой уже алдында уже фильтр Аллаға шүкір альхамдулилля қойылып жатыр кішкене. И соны тыңдай алмай қойдым. Жарты сағат тыңдадым. Не айтып жатыр дедім ғой. Вообще обоснование жоқ қой. Біз кітап оқығанда астында цифралар тұрады үстінде. Мынандай хадистен, мынандай Құран аяты, мынандай бәрі бекітілген де, бір әр сөздің бір конкретный несі бар, мағынасы бар, қайдан алынған темасы. Ана жерде ойдан кетіп жатыр ғой, көрініп қалды басында ана проблеманы күшті ашты да, и сен ана өзіңді больно айтқан кезде сенгің келіп тұрады анағанша. Мен не айтып отырсыңдар, короче. Шынымен тұрдым да, сосын последствиями өмір сүрмейсің, давай тұр да, короче. Айдархан, жұмыс істе дедім ғой, короче, былайша айтқанда ше. Бар тұр да, короче. Ты сам создаешь дедім ғой, былайша айтқанда. Конечно, сол да ол сен уәсуәс қой енді. Любой адамда нәпс деген болады, уәсуәс деген болады, оны бүйт сөйт деген. Сен мынаны түсіну керексің ғой. Тебя никто не вынуждает. Ешкім сені мәжбүрлемейді да. То есть Алла, тек қана Алла имеет право сен кейбір нәрсені мәжбүрлеуге. Сен ауру келтіреді саған, қаламасаң да, бүйтеді сөйтеді. Бірақ мақұлықтан сені қолыңды ұстап, біреуді барып пышақтап тыққызбайды да енді, как минимум. Жарайды үйткізгеннің өзінде де сен виноватсың, сен действительно, сен виноват емессің, сен действительно. Бұл жерде ол ақида тұрғысынан, еңбегінде айтады, бұл невозможно, абсурд нәрсе ғой дейді. Сені жын мәжбүрледі деген. Ол тек қана сені алдайды, уговаривать етеді, сендіреді, и сен как будто ол істеп жатқанын сенесің дейді. Хорошо, келесі сұраққа көшейік. Тағы соған ұқсайды енді. Бір істі жасайын десең. Соған ұқсайды деген, соңғысы деген ескерген бір қуанып қалайын деп сөйтіп соған ұқсайды деп айтып. Бір істі жасайын десем, мен екі-үш сұрақты онда қоса салайын. Қош, пожалуйста. Бір негізі біз алдында подкаст түсірдік, 1,5 сағаттай, сол себептен кішкене шаршап тұрмыз. Бір істі жасайын десең, ешқандай шабыт жоқ. Энергияны қайдан аламыз? Мысал айтайын. Мысалы сізге қараймыз, азаннан түнге дейін кейбір кезде даже естіп жатырмын, қонып болса да шәкірттер тәрбиелейсіз. Шәкіртпен ауырам деп өзіңіз айтасыз. Плюс еще кәсіп жасайсыз, бағанағы онлайн медресеңіз бар, енді көмекшілеріңіз жасайды. Уақыт жобаңыз бар. Және де диспуттарға шығып үлгеріп жатса, атеистермен, педофилдармен. Одан кейін менің сұхбатыма келесіз. Енді былайша айтқанда, енді миға сыймайтын нәрсе, енді басқа тағы да айтатын бар еді. Айтпай қойдым. Түсініп қойсыз. В общем, жалпы қайдан алып жатсыз энергияның бәрін? Шабыт қайдан келіп жатыр? Осы мәселені айтсаңызшы. Жастар қазір өте жалқау. Негізі сіз қазір қатты түсінбейтін шығарсыз, негізі. Жалқау ма? Иә, өте жалқау. Негізі бұл жалқаулық мүмкін жастық бір мархаляның бір өзінің несі шығар. Енді айтады ғой, аталы сөзді тыңдаған, былайша айтқанда өнегелі жігіт болады деген бар да, негізі. Бұл не әңгіме? Әңгіме сол сенің дәуіріңді өтіп кеткен адамдардың құлағы астында, біздің алаш ғалымдарымыздың бар ғой, жастарды зарлап кеткен сол да, оқыңдар. Бұл сонда мархаля да. Сен енді ақылың бар ғой. Мысалы сен айтасың, мен ютубта видеоны сағат кешке шығарыламын, және таңертең шығарыламын. Қайсысын шығарасың сен? Кешке. Неге? Салыстырдың ба? Иә. Көйтіп не істедің? Кешке ақыбат жақсырақ екен. Ибн Халдун айтады, адамға ақыл берілген, чтобы просто баратын мақсатына өзінің іс-әрекеттерін ретпен қою үшін дейді. Енді сен просто ақылмен бағанаға қайтамыз біз. Ол сенің уәс-уәсің, нәпсің бар ғой, бірақ сенде не бар? Ақыл бар. Сен түсінуің керексің ғой. Сен қазір жас кезде тұрып істеп, жұмыс істесең, ақылмен дұрыстап түсінуің керексің. Сен жетістікке жетесің. Енді алаң қалауымен. Ілімге бет бұрсаң, енді ілімге бет бұрған беспроигрышный вариант негізі.
кім болсаң да, физик болсаң да, маркетолог болсаң да, оқыған маманы болшы, ана кітап жазатындай маркетологтар бар ғой, мен ана спорт академия туризма деген бар, білесің ба? Иә, Абаяда мхм. бір приемға диссертация жазады ғой. Шалу үшін Аха. диссертация. Маман да, түсініп тұрсың ба? Маман. Ол маман деп парикмахерлар бар, диплом жазады парикмахерский. Так шашты былай алу, маман болыстың да. Мхм. Сен енді ақылың түсіну керек қой. Сен бір нәрсені істедің ба? Сен маман болсаң, беспроигрышный вариант қой. Енді ақылың соны түсініп тұрса, ақылың түсіну керек, сен қазір жатқаның болмайды. То есть менің айтқаным, ақыл деген не үшін берген кезде Құранда айтады, салыстыру үшін берген. Ақыл деген қияс деген шариғатта салыстырады. Егер де әрекет жасамасаң, ол үшін бомж боласың. Ақылды қосу керек қой. Иә. Егер де жұмыс жасасаң, красавчик боласың. Мынандай нәрсе жоқ. Айдархан айтатындай чук, бомба, мынаны істедің деген пук деп шығып кеттің. Волшебный таблетка жоқ. Иә, чук деп кеттің. Ақылыңды қос, тұр да істе. Қиын болады, бірақ қиын болғанда енді қалай айтсам болады екен, енді нәпсінің артынан еру бәрімізге де қиын. Құдай ау, мен де жатқым келеді ғой негізі. Бірақ біліп тұрсың да, ілім өмір, Алла тағала бар, сұрану деген ақыл. В общем, сұранамыз әрбір бос уақыт үшін деп пайғамбар айтады, иә. Сол идея, бәрі мотивационный момент қой. Желаниемен емес, ақылмен ойлану керек. Иә. Дұрыс. Ақыл қосылу керек. Сондықтан да Алла тағала мұсылмандарды ақырет күніне Алланы тапқандарға не деп зов тастайды? Ей ақыл иелері, я улул абсар, постоянно ақыл иелері ақыл. Ал ана кімдерді? Атнет, сенбейтіндерді бар ғой. Саңыраулар, көрмейтіндер деп атайды, кәфірді. Атай Алла бар екенін мойындамайтындар, ше. Анда келесі сұрақ қойшы керек. Біткен жоқ па? Соңғы иншалла. Алдында бір рилсыңызда көріп қалдым. Сіз де тағы да айтқан едіңіз. Өзіңнің уайымыңа қара, алдыға үлкен ұлы мақсаттар қойыңдар, қандай дұға тілеп жатсыңдар, соған қараңдаршы бір керемет рилсыңыз көріп едім. Сондай ұйықтатпайтын ұлы мақсаттарды қалай қоямыз? Мен енді Әлихан Бөкейханов айтады, жаным тірі болғанға шейін еліме қызмет қылмай тұрмаймын дейді да. Мына қазіргі уақытта жауап бергім келіп тұрды, еще как раз момент. Сен қазақсың ба әлде мұсылмансың ба деп сұрақ қоятындар бар да. Мен мұсылман қазақпын. Вот сам по себе сұрақ дұрыс емес. Почему? Потому что мұсылман болу үшін сен выбор жасадың ба? Жасадың ғой? Иә. Қазақ болу үшін выбор жасадың ба? То есть таңдалмайтын мен таңдалатын арасын салыстырып тұр да. Сен мұсылмансың ба, христиансың ба дейді. Екеуін таңдаған. Мен айтамын саған, иә, мұсылман. Сен қазақ болуыңда таңдамағансың ғой сен. Шастырылмайтын нәрсе, дүние ақымақтар да, мен ешқандай логика жоқ. Қазақсың ба? Сен қазақ болуыңа ешкім таңдамағансың, сен қазақ болдың болды. Ал мұсылман деген бұл сенің амалыңның, дүниені дұрыс деп таптың ақылыңның нәтижесі. Сен бүйтіп айтпайсың ғой, мен қазақпын. Сен қазір барып Американың гражданствосын аласың да сен қазақсың. Өліп қалсаң да қазақсың сен. Өйткені мына жерде туылғансың да, сен осы неден шықты, қаның қазақ. Соны мен айтпағым, салыстыратын мен салыстырмайтын нәрсені адамдар түсініп тұрған жоқ та. Енді мынандай шариғатта нәрсе бар. Қай жерде таңдау бар, сол жерде емтихан бар. Қай жерде емтихан бар, сол жерде сауап, жаза бар, иә? Сауап та жаза бар. Қай жерде таңдау жоқ, ол жерде сауап та жоқ, жаза да жоқ. Мысалы, сен неге қазақ болып туылдың деген үшін Алла тағала сұрамайды сен. Таңдау берілмеген нәрседе сұралмайды. Сен неге еркек болып туылдың деп сұралмайды. Сен неге шашың қара деп сұралмайды. Таңдау берілмеген нәрседе Алла сұрамайды. Неде выбор бар, сода сұралынасың да. Демек, сауап тек қана неде болады? Неде выбор бар да? Ал енді выбор жоқ нәрселерде сауап бола ма? Жоқ. Болмайды. Бірақ қалай айналдыра аласың сен выбор жоқ нәрселерде сауапқа? Егер сен сол Алла саған таңдап берген нәрседе соны шүкіршілетіп, соның дамуына жұмыс істесең. Сен қазақ болып туылуыңа сен таңдамадың ба? Неге сауап жоқ? Бірақ қашан ол қазақ болуыңда сауап болуы мүмкін да? Егер сен қазақ үшін, ұлт үшін аянбай тер төксең да, қазағым деп. Түсініп тұрсың ба? Иә, түсініп тұрмын. Сол кезде саған бұл қазақ болып туылуыңнан саған Алла тағала пайда береді да, сауап. И бірақ бір жерде бұл Алланың разы үшін идеясында тұрады да. Просто нәрсе емес, бұл бәрібір Алланың разы үшін тұрады. Сондықтан да біздің алаш ғалымдарымыз уайымдап қазақ ұлт үшін, қазақ жері үшін мұсылман болғаннан уайымдады.
бірде-бір атеист жоқ. То есть бір атеист ол үшін уайымдады дегенді әкеп берші маған. Әкеп берші. Алаш зиялыларынан атеист, который ұлт үшін уайымдаған. Жанын бере алады ұлт үшін, білесіз ме кім? мұсылман. Басқа бере алмайды. Патолог оны. Басқа бере алмайды. Атеист не үшін береді сен? Өзің ойлашы. Қалай атеистке айтасың сен? Қазақ үшін жанын берді. Атеист не істейді оны? Неге ол айтады? Неге мен жаным беруім керек дейді? Бермеймін мен дейді. Болды ол берсе не? максимум қазақ дейді болды, Не үшін береді? Сен не үшін бересің мұсылман ретінде? Сауап, Алла Тағала иншалла жазамды береді дейсің. Иә? Осы мен Алланың разылығын тапсам деген. Иә, атеист не үшін береді? Ештеңе. Не мен түсінбеймін. Не ода, не береді ол мен? Түсініп тұрсың ба, Айдархан? Сондықтан да айтпағым. Мен әңгіменің түбіне не алып келе жатырмын? Ұлы мақсаттар сені ислам шақырып тұр ғой негізі. Дін мен мұсылманды салыстырудың қажеті жоқ. Екеуі салыстырылмайтын дүниеде. Саған сенің қазақ болуың, сенің мұсылман болуың сенің таңдауың. Сенің қазақ болуың кімнің таңдауы? Алланың таңдауы. Кімнің таңдауы маңызды? Алланың таңдауы. Демек, Алланың саған таңдап беруінде сен сол дамытуда саған таңдады. Ты не зря таңдаған да саған, значит, сен сол жолда еңбек етті. Сол кезде сен сауап аласың. Ол мақсат деген сол. Понимаешь? Еще мынаған күшті келетін сияқты. Мысалға, әр адамда Аллах Тағала белгілі бір қабілеттерді артық қып, не кеміс қып жаратады. Оны да таңдамайды ол адам. Ол тума келеді. Мысалы, мен өзім балама қараймын да, ағам баласына қараймын. Тума келетін қабілеттер бар. И сол қабілеттерді дамытып, тура сол. Сондықтан пайғамбар айтады. Куллу ахаққу лима хулиқа дейді. То есть каждый өзі неге жаралды, соған қарай болу лайықты дейді да. Түсініп тұрсың ба? Сенің нең тез жаттайсың ба? Онда бір тез жаттайтын неде болды маман? Спортивный мықтысың ба? Онда сол. То есть сам по себе сол да идея. Сен қашан оны сауапқа, сенің таңдамаған, саған Алла берген өзі сен таңдамайық нәрселерде қашан сауапқа болады? Алланың таңдауын сен дамытатын болсаң, Алланың таңдауын саған сол жай еңбек ететін болсаң да, саған Алла Тағала қазақ болып Алланың таңдауы сенікі емес, онда сен Алланың таңдауын құрметте да. Бұл Алланың таңдауы де да сен. Сол сенің таңдауың емес, бұл кім таңдауы? Бұл Алла сені қазаққа таңдап қойды ғой. Не істейдің сен қазаққа енді? Алланың таңдауына қызмет етесің да. Бірақ Алланың разылығы үшін да. Сондықтан да мен саған айтайын, бірде-бір жанын төккен алаш зиялысы атеист емес. Мүмкін емес. Атеист. Не үшін төгеді? Не ұстап тұр оны? Айтшы маған, не ұстап тұр оны? Әшейін сөз, әшейін ғайбат. Не, біреу сұрай ма, сауап бере ма, жазалай ма? Не ұстап тұр оны? Жоқ десе де кім қазір не деді оны кінәлайды? Каждый қазақ үшін өліп тұрген Алла зиялымыздың Ахмет Байтұрсыновтың өткенде айтып тұр ғой, допросник сұраған кезде, не үшін айтып отыр да, не үшін қиналып жатсыз бүйткен кезде? Действительно бірсеге ұмыт етіп тұр Ахмет Байтұрсынов. Не үшін өзін қинап, өзінен кесіп басқа біреуге беріп жатыр деп. Жоқ, өле салуға қашан дайын боласың? Когда сен что-то награда ждет, сен айтпесе қалай қия саласың сен? Атеист ұлт үшін переживать етуі мүмкін емес. Атеист мүмкін емес. Максимально тек мақтау үшін. Бол, мақтау не үшін? Абай атамыз айтады, не істейді ол? Шәкәрім айтады, не істейді ол мақтауды? Абай атамыз қарасы, не істейді ол мақтауды дейді. Ақыретте сенбейді дейді. Оған сауап барып тұрады деген идея жоқ дейді. Өлгеннен кейін жоқ болып кетеді дейді. Не істейді ол мақтау дейді. Мақтауды жанына десе, жанға сенбейді ол, материал. Не істейді ол мақтау дейді. В общем, жастарға шақырым келетіні. Дінді, әсіресе алаштықтарды. Неге алаштықтар алаштық болды деп ойланшы, просто потому что дін алып келді ғой. Ответственность деген мағынаны кім түсіндіреді айтшы? Дін түсіндіреді да, ислам түсіндіреді. Тенгренство деп не о чем шығып кеткенше, ол қалай? Тенгренство деп бәрі осы баян, тәтеміз
тағы да кім салафиттер жақсы болды өзі, негізі бар ғой, бәрі жиналды. Тенгрянцев вообще ни о чем ғой. Тенгрянцев мен саған айтайын, бұл идеальный вариант жаңа арақ ішіп кайфовать етіп жүретін адамдар үшін. Вроде и құдайсыз емес та, құдайға сенеді да, и вроде и болады да, понимаешь ғой, грамотный позиция ғой, короче. Ішесің, и еще сен кәфір емес, атеист, діншіл адамсың да, күшті да. Норма, екеуінің ортасын таба аласың. Күшті вариант, айтып тұрмын ғой, күшті, вообще идеальный вариант. Вроде сұмырай емессің, құдай, дін бұзар емессің да, қаша діннен. Ну и вроде и іші спокойно жүресің да. Идеальный вариант. Негізі вообще бір жақтан шыққан ғой негізі. Тенгрянцевтан ба? Тенгрянцев ұстанған. Бәлкім бірдесе шаманизм бар шығар, бірақ кім Айдархан, егер қазір мен айтайын, атеистерге де қайта аламын да, вызов атеистерге де, тенгрянцевтарға да, жаңағы салафиттерге де. Негізі ата бабамызға дәстүрді судья ретінде қалыптастырып, аталардың не ұстанған, сонымен жүреміз деп неге келетін болсақ шешімге. Мен отыруға дайынмын да, аталарымыздың мұсылман болғанын дәлдеп, және олардың бәрін қабылдататын едім да. Олар қайқа қашады. Енді аталарымыз дегенде қайқа барасың? Бергі алаштар шығар, который олардың аталарындағы нәтижесі да енді. Енді анау сақ дәуіріне, анау барып сенің аталарың уже таңдап қойғанда, сен қазір данный момент егер сақ дәуіріне баратын болсаң, онда абайларды дұрыс емес деуің керексің да, как минимум, только дұрыс емес деп барайын деп тұрды, потому что анау сақ дәуіріндегі сендер айтпаған тенгрянцевтен мына аталарым ұстанбай тұр да уже. Либо сен дұрыс емес дейсің да, ана жаққа барасың, либо дұрыс дейсің да, онда мыналарды қабылдайсың. Салафиттерге де айтамын да, Алла тағала, шәкәрім айтады, Алла тағала жисім емес, Алла тағала дене емес, арат, акциденция да емес, сипатше, ондай да емес, Алла тағала мекеннен пәк, аспанда емес, бәрін тұрып жатады ғой, короче. Алла биламәкен, Алла мекенсіз деп тұрып жатады. Абай адам деп жатады. Ал бізде бар ма осы 19 ғасырда, 18 ғасырдағы мықты ақындар, мүмкін ғұламалар именно тенгрянцевтен ұстанған? Жоқ, вообще білмеймін. Жоқ онда, онда не үшін тенгрянцев? Шабудин Маржан. Енді айттым ғой жаңа. Кім Айдархан адам өзінің кайфушасын халалдығы үшін не жаңа дін шығару керек, который жаңа істеп тұрған кайфушасын харам емес дейтін, не исламды жоқ деу керек, потому что неге исламға бәрі жабылып тұрады? Неге салафит пен тенгрянцев екеуі ұрыспайды? Неге тенгрянцев пен атеизм ұрыспайды екеуі бір-бірімен? Неге кеп нәрсе кәдімгідей біздің әулі-суннаның дініне кеп бәрі жабылып жатыр? Мешает жайды. Дұрыс емес деп тұр. Кедергі өмірлеріне дискомфорт создавать етіп тұр ғой, короче. Кімнің жаңа баян татеміз, басқа кім бар? Емін еркін жүруіне қоғам сынайын деп тұр да, анасын. Дискомфорт оған ше. Ты чё, и так нельзя деп айтатын кісілер бар да, оған ше. Тут қиын болып тұр да, короче. Ұстаз, осы қазіргі енді основной жастарға мақсат андай үй немесе машина деп сондай бір байлыққа бір ұмтылу деп қойса бола ма негізі? Или енді ол байлықтың пайдасы тиеді саған егер Алладан сауап алу мақсатында болмаса емес па, дұрыс па? Әйтпесе сен логикалық түрде дұрыстап тұрып ойланатын болсаң, былай келген кезде артыңнан саған шіріп өлген кезде сен өзіңмен бірге ол алтын алып кете алмайсың ғой, осы дүниеде қалатын дүниеде ғой. Сен біреулер айтады маған, ой, мен балама қараймын, балама тастаймын деп, бауырым, қанша балалар, қанша әкелер бар ғой, бай болып тұрып балаларына тастағанда, бірақ ол кедей болып кеткен, қанша кедей әкелер бар, өліп кетіп ештеңе тастамай, балалары бай болып кеткен да. Ол роль шешпейді ол да. Вообще никак. Сондықтан да мен айтпағым, егер сен жүрсің да, мысалы, Алла разы болсын, әйтеуір мына жігіттерге мен көріп отырмын, Айдархан бар, жаңа өзіміздің тағы да бір бауыр бар, атын айтсам ол ренжіп қалам екен. Ну-ка дейші, негізгі қазіргі уақытта болашақ жас жігіттерге, сендерге қоғам үшін алаңдап жүргендеріңе ырзамын. Қалай болып жатыр, не болып жатыр деп. Негізі әйтеуір сен де бір бизнестесің, кәсіптесің де, ана кімнің айтқаны бар, ой Алла, жынды сөз айтады да. Қазір атын ұмытып алдым, бір ғалымның сөзін кетеді, Міржақып Дулат бар ғой. Сол келтіреді, бір кісі ғалым кітап жазғанда, пайғамбардың өмірбаянын қазақтардың ішінен бірінші жазғанда, соның кітабының 1000 данасының шығуына бір бай себеп болғанда. Сен бай алғы сөзін жаздыртқан ғой.
неге спонсор болды деген кезде енді біздің қазақта кітап жоқ. Бірінші кітап қазақ тілінде төте жатуда аударылғанда бірінші басылып шыққан ғой, короче. Бәрі татарша шағатай тілімен оқиды, үйтеді бүйтеді. Жоқ, сол кіріспесіп жатқанда пәленше айтып еді негізі. Білімді бір кісі айтқан ғой. Неге қазақ, неге дін? Бұл оқығандардікі ғана. Почему вы решили, что қазақ ұлты, қазақ мұсылман діні бұл оқығандардікі ғана? Ей бала, байлар деп тұрып айтады да. Неге сендер шештіңдер? Бұл тек қана оқығандардың жұмысы деп дейді. Ғалымдардікі ғана деп. Неге шештіңдер деп сұрақ келген кезде бай айтады, мен ойландым дейді. Действительно, неге олардың жұмысы ол? Сен сол кезде не? Сондықтан да жас жігіттердің кәсіп істеп көмектесіп жүргені ұстаздарға, шәкірттерге оқимын деп жатқаны, бұл мен айтамын, кетуі керек жері да. Кетуі керек. Маған бермей қойыңдар ішінен келіп жаңағы тенгерестер, оны атеистер айтады да, садақа жинайды бүйтеді. Атеистер кетіп жатса, олар ақшасы қалудан қорқады деп әңгімені айтып жатты да, бірақ ана ақылтайың отырып Каспийін жазып қойғанда кім нетеді, салады, бәрі сап, ой алла деймін да, қалай, деп ана ысқағыңдан кім ысқаққа салып жіберін ақшаны ұрып отыр да. Біреудің ақшасы, бірақ мұсылмандардың ақшасы сұрап отыр да. Садақа да действительно, енді оларда действительно садақа шығар деп ойлаймын. Соны мен айтып жатқаным, бай болу мақсаты, бірақ именно осы Алланың жолына сарп етілсе деймін. Енді ол Алланың жолына сарп етілудің идеясында мынау тұрады да, енді тағы да кәсіп аш. Ақшаң болса. Одан өйткені көбірек пайда болады деген сияқты тағы да. Одан кейін жағдайыңды жаса, дұрыстан мұсылмандар жақсы өмір сүрсін деген идеямен. Балаларыңды жақсы жерге оқыт. Неге? Өйткені дұрыс оқымысты балалар болсын. Басқаларды оқыт. Басқалардың жағдайына бер. Басқалардың жағдайына көмектес. Бұл байлықтың кайфы осы емес пе? Басқа мен білмеймін, қалай кайфы бар дейді адамдар. шетелге барып алып бентлимен мощный бит. Рухани байлы боласыңдар ма негізі? Анау кайф, рухани кайф па? Анау жүрек тыныш аласың ба? Мен өзім шынымды айтайын, мен 20-дан көп мемлекетте болдым, ең күшті көліктерді мініп көрдім, бірақ ондай болмады. Рухани тыныштық, кайф бұл действительно біреуге көмектескенде ғой. Мысалы мен өзім бүйтіп қарайтын жобаларым ішіне, мысалы мен қанша жоба жасадым да, соның ішіне мысалы мен бір определенный жұмыс істеп осы мұсылман үні каналын ғана көремін да. Вот сен мынадан вдохновение табасың, иә, бүйтіп смысл көремін ғой. иә, неге сен рухани ашсың да. Сен анау вроде бар ақша, вроде что захочешь істейсің, бірақ ашсың, кедейсің да сен негізі. Рухани кедейсің да. Сондықтан да кейбір кедейлер бар да, бұл действительно бай да олар негізі. Енді колбаса жемесе де, сыр жемесе де, бірақ спокойно байсың да, енді толық түрде. То есть неге өмір былай деген айтпайсың да сен. Қуаныштысың, мәзсің деген сияқты. Қазір ұстаз көп адамдардың арасында дүниемен жарыс деген нәрсе қатты хит болып отыр. Мысалы қазір қалада особенно бар ғой, Инстаграм бар, басқасы бар, капиталмен жарыс, сенде қанша капитал бар, қанша миллион долларың бар, қанша мың долларың бар, не жинадың, қанша үй алдың, осыған қатты адамдар басқа біреудің өміріне қатты беріліп кете ма? Негізі вообще капитал жинап, дүние жинаумен айналысу ол вообще. Енді мен айтайын, бай жинаса болады ғой, бір просто құрық мақсат жинап қойып, оны нетпейтін болатын болса, оның пайдасы не болған да, өйткені оған зиян болады қайта. Негізі әрбір тиын үшін, сахабалардың ішінен де Абдурахман ибн Ауф сахабалардың ішінен ең кешігірек дейді ғой, жәннатқа кіретін болса да. Неге деген кезде, өйткені бай болғанда ана ақшаның бәрін отчетты беремін деген кезде. Негізі ақша деген дұрыс құртсаң, саған пайда да. Жинап тұрып дұрыс құртпасаң, саған қарсы сөйлейді ғой. Енді айтпағым, зекетті көп беру мақсатында ақшаны жинасаң әдемі зекетін 2,5% қой енді. 2,5% емес, 10% беремін деп, 20% беремін деп қойсаң. Әдемі. Қалай? Болады, просто енді 10% емес, сен бәрібір де көбейткеннің 2,5% бересің ғой. Аз болып тұрғаннан 10% болуы мүмкін да ол енді. Қайсына? Енді по-любому 2,5% қой енді. Бірақ сен тұрып мен артық беремін десең, бере бер артық. Келесі жылға есептелінемін десем, есептелінеді. Егер сенде нисап мөлшері, саған міндеттейтін сумма тұра берсең, бере берсең. 4-5 жылға бере берсең болады. Жоқ, 2,5%-тен әдейі көбейтіп. Болады.
просто сол жылға ғана, алдыңғыға емес. Болады. Енді сенің мойныңнан зекет түседі да, садақа болады. Дополнительный садақа. Ол енді сауап қой, ты че? Сондай жобалар жасап, Иә, мен мотивация қандай болу керек деген ғой, бәрібір енді дүниеге Алланың разылығы үшін ғой. Өлейсің. Мен білмеймін басқа мотивация. Ана кім жігіттер айтады, өткенде бір жігіт жүр. Ана ағамыз бар ғой, жүрген Жарқын. Жарқын саз ба? Иә, Жарқын саз. Соған ана бір жігіт айтқан ғой, анда типа өлеміз деп айта бермеші деп ше. Это ана көріп тұр да анау ше. Енді бүкіл осы дүниеге ставка қойып тастаған жігіт ау деп ойладым мен. Бірақ мүмкін мұсылман шығар, мен оны білмейді екенмін да. Бірақ негізгі мотивация ақылың болса сол ғой. Енді сен мысалы өлет, қазір выбор бар болатын болса, выбор деген артынша не деген мағынаны алып келеді? Емтихан ғой. Выбор қашан болады? Айдархан болған кезде ғана. Сен выборың үшін жауап беретін кезде ғой. Жауап беретін болсаң, бұл сенің емтиханның соңы. Демек қазір сенде емтихан. Ақылың қайда деймін да? Қайда ақылың? Бұл негізі біздің орысша айтқанда мудрость қой. Иә, түсіну да, бұның бәрін. Осознанность бұл нәрсе. Осы осознанность келу үшін мен өзімнен өткен фишканы айтайын енді. Иә. Бұл нәрсе келу үшін Құранды көп оқу керек па дедім. Әдемі. Кемі 5 бет күнде. 5-10 бет ары қарай көбейтіп, хотя бы таджвидқа түсіп дегендей. Енді Құранды оқымайтындар бар ғой біреулер. Сол Құран оқып, күнделікті хотя бы 5 бет, 10 бет Құран оқитын болса, мысалға, үйреніп дегендей ше. Сол кезде анау бағанағы бар ғой. Ой, Пантарезда. Жоқ, Нұржан ұстаз, қараңызшы, шын айтып отырмын. Мысалы мен өзімде опыт болды осындай. Мысалы сізге осыны мудрость сізге обычный нәрсе, сен ақылын қоспайсың ба? Сіз үшін обычный нәрсе да. Бірақ қаншама адамдар жүр, атеисттер жүр да, ана жерде ше. Ақылына кірмей жатыр да ол нәрсе. Алла бұйырмай тұр да, оған бермей тұр. Ал ол мудростьті беретін, мен түсінім бойынша ол Құранда. Өткені мен біраз уақыт Құран тастамай оқып жүрдім да. Одан кейін 1-2 айға ма, бір күнделікті оқудан тастап қойған кезім болды да. И сол кезде мен болған нәрсем жоғалтып алдым. Смысл жоғалтып алдым, короче. В общем, білмеймін, в общем, сондай магический бір нәрсе болды, короче. Тылсым түсінбей қойдым. Просто қайттан, ештеңе ойланбай, қайттан оқып бастадым да, одан кейін өмірімде смысл пайда болды қайттан. Енді әдемі болды. Құран деген өмір ғой, Құран деген нұр ғой. Құранды түсінсең вообще жақсы. Түсіну үшін не істеу керек ұстаз? Тәпсірді оқуға болмайды енді былай. Иә, енді сен ұстаздар ғой. Енді сен профи айналысам десең, кітаптарды түсінемін десең, онда сен кәдімгідей бәрі жиыстырып қойып 4-5 жыл сен кітапқа кіре алу мүмкіндігін алу керексің. 4-5 жыл бұл как минимум. Ал егер жоқ десең, онда ұстаздардың қасында көп жүру керек. Кітапқа байланысты соңғы сұрақ сонымен аяқтайық. Мысалы батыстың кітаптары, мынау мақсат қою, депрессия, психология, достарды қалай табу керек, сондай психологический кітаптарды оқуға кеңес бересіз бе негізі? Мен енді ол кітаптарда негізі білмеймін қандай мәдениетке негізделген, бірақ негізі батыс Европаның мәдениетіне негізделетін болсам да, көп жағдайда ол ты личностьке негізделеді да негізі. Личность деген? Ты личность дейді. То есть сен тұлғасың деген мәдениет қой жерде. Адам тұрады да пижамамен жүре береді, мысалы жас адам автобуста тұра береді, кәрі тұрып тұра береді. Почему? Потому что жас адамда личность деген сияқты. То есть ты у тебя свобода, сен өзің ойыңды айта аласың. Ты голубой, хочешь быть голубым, тогда ты имеешь право. Почему? Потому что ты личность деген идея тұрады да. Ислам көп жағдайда қоғам деген идея тұрады. Бірақ енді бұл қоғам дегеніміз анау емес, детерминизм мағынасындағы, былайша айтқанда, сенде таңдау жоқ, сен тек қана қоғаммен жүресің деген идея емес бұл жерде. Бұл жерде екеуін ұстану ғой. Между ма? Иә. То есть пайғамбар саллаллаху қалай істеді? Пайғамбар саллаллаху қоғамнан ерекшеленбеді. Иә, мен пайғамбар деп қызыл, бөлек бөрікпен, шапан, бөлек пайғамбарлар жүру керек деген жасамады ғой. Қайта пайғамбарым бола тұра, ол сахабалар арасынан отырғанда да ерекшеленіп отырмады. Дұрыс па? Бірақ сонымен қоса пайғамбарым саллаллаху алейхи вассалам таңдауды, еркі, жігер, неде болады, қалай тура жолды табады деген сияқты идеяларды айтып кетті. То есть мен айтып жатқаным, сенің таңдау выбор болу керек как личность, бірақ сен қоғамнан ерекшеленбеу керексің ғой. Егер ол қоғам түзу қоғам болатын болса, әлбетте. Болды. Былай қазіргі мен ғана кітаптардың негізі көп жағдайда сояға негізделген болатын болса, сенде мәдениеттер қақтығысы болады да мұндайға. Саған тұрады ты такой, ты кітаптың ішіне сен тұрасың, ол жақта қоғам қабылдамайды оны сен. Сондықтан бізде мектепте балаң сабаққа кетіп бара жатқан кезде үстіне қарайсың,
бәрімен бірдей ме бірдей емес пе екен көресің ғой, короче, примерно. Мм. Ана қуып тұрып мынандай боянып алып, мынандай тесіп алып барамын деп тұрса, сен айтасың, тоқта, ұят болады ғой елден деп. Сол мәселе. Бірақ сонымен қоса адамның өзінің таңдауы бар, дұрыс таңдау жасау керек деген сияқты нәрселермен. Сол психология кітаптарын мен айтпағым сол жағынан тексерілмеген шығар. Бәлкім мен өзім айтатын едім, сояқ оқығаннан қарағанда, кім еді, құдай, қазір мысалы Жүсіпбек Аймауытов па или Ильясжан Сүгіров па, психология деген кітап бар. Психология деп тұрады. Психология. Ойбой, педагогика туралы жазғанда. Ол біздің қазір қоғам түсіне алады деп ойлайсыз ба? Қазіргі Түсінбегенде түсінбейді, бірақ сенің қоғамың түсінгенде дұрыс нәрсе жазғанда. Бірақ енді анау ішіндегі айттым ғой, құдайсыздық деп ойлап қалатын дүниелерді сен тез өкім берме. Ол 20 жылдан кейін жазылған, одан кейін ол мағына емес ол жерде. Онда бір объективті түрде дін туралы сөйлеу мүмкін да. Ислам деген дін бар, христианство деген дін бар деген сияқты, діннің әсері, қауіп қасері деген сияқты. Мағжан Жұмабаевтың педагогика деген кітабы бар. Дедукция, силлогизмнің көкесі сол жерде тұр негізі. Ақылмен ойлау, логика, баланы қалай сен тәрбиелеп шығасың, ақылға негізделе деген сол жерде жазылып тұр ғой. Мен негізі кішкене алашықтарға қайту керек па деймін. В общем, осы ғой түбірі. Мен өзім сөйтіп ойлаймын. Енді сен үлкен кітаптарға, басқа тілде кітаптарға шамаң жетпей тұр ма? Өзіміздің орыс, қазақ тілдегі жазылып тұрған. Қазір айтып тұрмын, Мағжан Жұмабаевтың педагогика кітабы, мен сен айтайын. Выше пилотаж ғой, жақсы ұнады маған. Сен даже қазақша жазылып тұрғанның өзі түсінбейсің ғой ше кейде. Сондай жақсы да. Соң анау Абайдың қара сөзінің қандай тәрбиелік мәні бар. Ананы ше оқитын болсаң бар ғой. Мен батыстың ешқандай кітабы керек емес. Қазақтың өлеңдерін көп оқу керек. Шәкәрімнің шығарған өлеңдері бар ғой анау. Тұрмыс қой, быт қой анау негізі, салт, ой, сана да анау жас. Мен білмеймін, негізі қазақтың кітаптарын көп оқу керек. Абайдың кітаптарын, Шәкәрімнің кітаптарын, Машар Жүсіптің кітаптарын. Бір кісілердің андай идеологиясы бар ғой. Бұрын оқып қайтесің, алға қарай жылжу керек қой деген идеология. Дұрыс емес. Кім ақыл саған не үшін берді, Айдархан? Кім айтады, Міржақыпұлы айтады. Адамдар, кейбір мұзлар бар дейді, тарих керек жоқ дейді. Әй, сен қазіргі нәрсең дұрыс жолмен кетіп барасың, дұрыс жолмен кетіп баратқан емессің деп, сен кішкене алдарға қарап білесің ғой дейді. Потому что алдар нан жасаған кезде былай болды, нан жасаған кезде былай болды, нан жасаған кезде былай болды. Демек, сен мына выбор таңдаушысың деген сен опыт, через опыт өтесің ғой. Опыт деген тарих. Тарих бұл Құранда келеді. Құранда мынандай ғой, қияс деген білесің ба қандай нәрсе? Қияс деген салыстыру деген ақылдың жұмысы осы дейді. Мәлік айтады, ақылдың жұмысы бұл салыстыру, басқа ештеңе емес дейді. Сен бірсе ойлап шығармайсың ақылмен, ақыл салыстырады болды дейді. Өзінің опытымен не болды? Салыстыру болды. Мынау деген әңгіме ғой дейді. Білсем былай деген. Құранның тілі ғой салыстыру. Тарих дегеніміз Құраннан. Бұл не? Мысалы, неге гомосексуал болуға болмайды? Потому что Лут болды, қазаға, олардың бәрін Алла тағала не істеді? Құрдымға кетірді. Такси ойланасың. Не үшін Лут құрдымға кетті? Потому что гомосексуализм. Жасамау керек. Тогда жасамау керек. Сол да, ақыл деген сол да. Енді сен ол тарих. Сондықтан да айтпағым. Біздің тарихымыз қазір алаштықтар. Мен алаштықтар даже кеңес беретін 20-шы жылға дейін оқыды деп. Вот действительно шыққан олардан. Дін үшін переживать ету, кеңес өкіметі әлі бекімей қыспай тұрған кезде, патша үкіметінің ослабевать етіп жатқан момент қой. Ахмет Байтұрсыновтың 40 мысал деген соң Маса деген кітабын оқышайшы. Не деген Ахмет Байтұрсыновтың өткенде мынандай кітабын оқып қалдым, өлеңін оқып қалдым да. Бұны Алихан Бөкейханов бұл өлеңді қазақ газетін алып қойған, короче, кітабынан шығарып, Ахмет Байтұрсынов жазған деп ше. Алихан Бөкейханов босқа нәрсе таңдамайды да, анау жаски тағы өлең болғаннан кейін таңдаған ғой. Әңгіме былай ғой. Таң атпастан тұрады бір адам еңбек етіп нетуге. Қиын жұмысы, манас айтатын бөрін, қиын жұмысы. Бірақ жасап атқаннан кейін өтіп баратқан адамдар дейді, бала шағасына тамақтандыру үшін егін егіп қасында өтіп баратқан адамдар, о алла, сабазай деп айтады дейді. Сабазай деген сөз білесіздер ма? Жігітай, ой алла деп алла мен мадақ айтып кетеді дейді.
шеттен бір маймыл машалла деген сияқты ма типа? иә алланың мадағы болсын деген сияқты шеттен бір маймыл қарап тұр дейді да ананы мақтап жатыр мен неге одан кем маймыл дейді да мен неге одан кеммін дейді сөйтіп жүрған томарды дейді жүгіріп келді да ары бері тасыды дейді тасыды терледі шаршады дейді да ешкім мақтамады дейді сен білесің ба не айтты бұл жерде түсіндіңіз ба не айтып тұр аға бұл жерде эволюционисттер бар ғой маймылдан шықты деген бұл жерде айтып тұр сен маймылдан шықтың десең құдай жоқ та демек не үшін сені мақтайды мақтау деген идея болу үшін ар жағында құдай деген идея тұру керек қой то есть саған мақтаған үшін жақсы болады даттаған үшін жаман болады деген идея тұру керек қой маймыл деген эволюционист ол зат жақсы деген түсінік жоқ жаман деген түсінік жоқ ол томарды ары бері сүйрейді да шаршатады дейді сен қарашы соны смысл ғой бұл жерде не деген 5 шумақ өлеңді 6 шумақ па мен ана қазақ газетінде жазылған қай жылдары алып келген Әлихан Бөкейханов басқа нәрсені таңдап алмайды ғой қазақ газетіне ше оны Ахмет Байтұрсынов бәрі компашка болған ғой Ахмет Байтұрсынов Міржақып Дулат Әлихан Бөкейханов үшеуі постоянно не жүрген жақын жүрген жүсіпбек Аймауытов болған қастарында осы төртеу тағы Халел Досмұхамедов дегендер осы Алашорданың негізгі центральный идеисттер ғой короче 5 шумақ өлең ғой томарды дейді маймыл дейді маймыл қарап тұрды да мен де неге мақталынбаймын деп айтты дейді жүгіріп барып томарды алды да ары бері сүйретіп шаршатты ешкім мақтамады дейді неге мақтайды өйткені маймыл ғой эволюционист который құдайды жоққа шығарып тұрған сен қашан біреуді мақтай аласың егер оған жаза беретін болса мақтаудан пайда болатын болса және жамандатудан пайда болатын болса мақтаудан қашан пайда болады егер саған жаза берілсе дейді құдайға сенбей тұрған оған мақтау да жоқ жаза да жоқ просто іс әрекет істеп жатыр ол сөйтіп шаршайды болды шаршайды дейді қара терге түсті дейді ол бүгінде дейді осындай маймылдар толып жатыр дейді ғой примерно мағынасы не деген мән да анау біз шаршап қалып жатырмық та короче ана мақсатымызға жете алмай сондықтан мән да мен оқыңдар Ахмет Байтұрсынов доктор ана 40 мысал маса деген бар ғой маса именно ана совет патша Россия патшалығы құлдырап дінге қарсы шығып жатқан кезде кеңес өкіметі әлі басталмай енді бастайын деп жатқан кезде кішкене қазақ босадық ау әңгіме айта аламыз ау деген кезде ұрған ғой короче таң кітаптан ше сол кезде маса шығады маса негіз бар ғой дін ғой түсінгенім ол жерден маса дегенде анау хайуанаттардың мысалдары ғой короче маймыл мен піл бір бәле дегендер тек қана сондай әңгімелер да бірақ анау дін да анау ана бірінші бетінде ішіп жатады неге маса деген кезде маса ұмытып отырмын бірақ мынандай мағына кішкентай әлсіз да бірақ жұмысы терең дейді жұмысы терең да бірақ әлсіз кішкентай дейді то есть былайша айтқанда қазақ әлсіз деме мен жалғыз болсам да мен әлсіз деме маса да короче әлсіз болсам да қуаттымын деген сияқты ғой үлкен нәрсе мазасын қашырып жіберемін деп па ұйықтатпайды ғой кәдімгі адам дұрыс па бір маса бар ғой түнімен размері салыстырмалы түрде өте кішкентай алла тағала айтады алла тағала ұялмайды сендерге масаны мысал келтіруге дейді неге маса таңдалды дейші ана кім құранда кетті да алла тағала ұялмайды сендерге масаны мысал келтіруге дейді алла тағала айтып тұр да мен жаратушымын неге деген кезде маса дегенді жараттым ғой деп тұрды ғой масаны ойлады қандай ұстасаң вообще мынау бар жоғын білмейсің ғой сенің қожаңды деді ғой сенің қожаңда мынандай тас теспейді ғой ұрсаң қатты дейді жұмсақ өзі қурайын деп тұрған да жігітше ма жігітше қалай атеисттер құдай жоқ дейді да түсінбедім все екі әңгіменің бір атеистерге келіп тіреле береді ғой
Иә, өте керемет болды. Ұстаз, сізге Алла разы болсын. Амин, Кәдімгі аумин. шаршап отырғаныңыз көрініп отыр. Иә. Аллах тағала сізге разы болсын. Амин. Жалпы барлықтарыңызға рахмет. Видео пайдалы болса өздеріңіздің пікірлеріңіз жазып өтіңіздер. Сұрақтар болса тоже жазсаңыздар болады. Видеоны тарқатып жіберіңіздер. Ассалаумағалейкум рахматуллахи баракатух.